يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. Ассалаумағалейкум. Бұл біздің видео сабағымыздың екінші бөлімі. 13 тамыз күні баршаңызды Алматы әуежайында сағат 14:00-де күтеміз. Алматы қаласынан Медина қаласына тікелей рейспен ұшамыз. Біле білсеңіздер, бұл өте үлкен нығмет. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Білесіздер, егерде бұрында қажылыққа барған кісілер болса біледі, автобуспен баратын, болмаса самолетті екіге бөліп, Түркия елінен, араб мемлекеттерінен тоқтап, жолдан шаршап, осылай бөліп баратын болған. Одан да ерте кезде айтатын болсақ, жаяу барған, білесіздер, қажылыққа жарты жыл, бір жылға кететін болған. Жалпы мынандай бір қағида бар. Бұрынғы кезде дейді, қажылыққа бару қиын, бірақ рәсімдерін атқару оңай болған. Қазір керісінше, Алланың нығметі бізге жеңілдігі, бару оңай, бірақ қажылық рәсімдерін атқару қиындау болып қалды. Былай қарасаңыздар, 5:30-6 сағатта Алматы қаласынан қасиетті қала Медина пайғамбарымыздың қаласына жетіп барамыз.